Мемлекеттің басты байлығы адам десек, әрбір жанның тиісті ем-дом алуы аса маңызды. Бұл ретте Аңсарем жауапкершілігі шектеулі серіктестігі аталмыш салада жемісті қызмет етіп келеді. Ауданда алғаш болып ашылған тұрғындарға 24 сағат бойы қызмет көрсететін дәріханалардың бірі. Бүгінде мұндағы әрбір дәрі-дәрмек нарық бағасынан 15%-ға арзан босатылуда. Сондай-ақ кез келген тұрғын қан қысымын ақысыз өлшеуге мүмкіндік бар. Қазіргі таңда бизнеспен айналысам деген азаматтарға толық мүмкіншілік бар. Біздің ең басты мақсатымыз, жобамыз халықты сапалы дәріменен, қолжетімді бағаменен дәрілермен қамтамасыз ету. Барлық мүмкіншіліктерді сол халыққа қызмет істеу үшін жасап жатырмыз. Кәсіп иесі 2016 жылы даму қоры арқылы 50 миллион теңге көлемінде жеңілдетілген несие алған. Қазіргі таңда бұл орталықтан өзге Жаңақорған, Шиелі, Қармақшы аудандарында дәріхана қызметін өрістетуде. Жалпы ұжымда 60-қа жуық маман біліктіліктері бойынша қызмет етеді. Дені жастар. Сондықтан қызмет көрсету сапасына тәнті болған тұрғындар да ризашылығын білдіруде. Керекті кезінде балаларымыз түнгі уақытта науқастанғанда өзіміз осы дәріханадан керек дәрілерімізді тауып аламыз. Басқа дәріханаларға қарағанда 15% арзандығы бар. Және де ішке кіріп келгенде ішіндегі медицина қызметкерлері өте жақсы сапалы қызмет көрсетіп, дәрілерін ұсынып, бізді дәрісін беріп шығарып салады. Иә, кәсіптен нәсіп тауып, әрбір тұрғынның алғаусыз алғысын алғаннан артық не бар? Ендеше еңбектің ебін тауып, сіз де ел дамуына сүбелі үлес қоса аласыз. Елжас Әбілда, Бекболат Әбденов, Қанат Махамбетов, Қазақстан Қызылорда телеарнасы, Сырдария ауданынан.